Ассаламу алейкум, еліміздің бастарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және суды аудармашы Самалжан Темір. Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгін орталық сайлау комиссиясына мәжіліс депутаттығына үміткер 9 адамның құжатын тапсырды. Айта кету керек, ассамблея атынан кандидат атануға ниетті тұлғалар сайлау жарнасынан босатылған. Ал құжаттарды, яғни өмір баянын, салық декларациясын тапсыруға міндетті. Ассамблея ұсынған мәжіліс депутаттығына кандидаттарды тіркеу 29 ақпан мен 5 наурыз аралығында жүргізіледі. Құжаттарды бүгін бізге жеткізді. Оның бәрін біз толық қарастырып, енді Конституция мен сайлау заңына сәйкестігін тексереміз. Сол сәйкестігін бәрін тексеріп болғаннан кейін тіркеу жұмысына жалғастырамыз. Алдағы электоралды науқан кезінде еліміздің барлық сайлау учаскелерінде экзит-пол сауалнамасы жүргізіледі. Әлеуметтік шара отандастарымыздың сайлау алдындағы белсенділігі мен көңіл күйінің, ақпараттану мүмкіндігі мен біліктілігін, сондай-ақ науқанға қатысты ой пікірлерін білуге бағытталады. Бұл туралы бүгін Бас редакторлар клубының президенті хабарлады. Бибігүл Жексенбайдың айтуынша, зерттеуді медиа консул әлеуметтік агенттігі жүргізеді. Сауалнама облыс орталықтары, шағын қалалар мен ауылдық округтердегі 225-ке жуық сайлау учаскесінде өтеді. Бұл жұмысты атқаруға 250-ден астам сұхбат алушы тартылады. Жиналған мәліметтер 21 наурызда сағат түнгі 12-ден кейін жарияланады. Халықтың қаншалықты сайлауға белсенді қатысып жатқандығы және де ресми сайлау нәтижесіне балама. Яғни көбінесе мысалы экзит-полдың сауалнама нәтижелері мен ресми сайлау нәтижелерінің арақашықтығын анықтап отыруға, мысалы бұқаралық ақпарат құралдары үшін, әртүрлі партиялар үшін де, бақылаушылар үшін, сыртқы және іштегі өзіміздегі жергілікті бақылаушылар үшін толыққанды ақпарат береді. Шанхайда үлкен 20 құрамындағы елдердің қаржы министрлері мен орталық банк жетекшілері бас қосқан 2 күндік жиын аяқталды. Басқосуда жаһандық қаржы нарығын тұрақтандыру мәселесі қаралды. Әрі террорлық топтардың қаржыландырылуы мен күрес, халықаралық салық саласындағы әріптестікті тереңдету жайы талқыланды. 20 елдері бұл мәселелерді тиімді шешу үшін құрылымдық реформалар жүргізуді жеделдетуге келісті. Бастаманы біздің елде қолдайды. Қазақстанның ұстанымын ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев білдірді. Аспан асты еліне сапары барысында ол 20 отырысына қатысып қана қоймай, Қытай халық банкінің төрағасы Чжоу Цяочуанмен де кездесті. Біз Қытай тарапымен экономиканы диверсификациялау үшін маңызды салаларға инвестиция тарту жөніндегі жан-жақты келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Бұл жобалар ауыл шаруашылығы, инфрақұрылым, құрылыс саласын қамтыған. Қытай инвесторларымен бірлесіп жұмыс істеу бүгінгі мұнай бағасының төмен қиын кезеңде Қазақстан экономикасын диверсификациялауға түрткі болады деп есептеймін. Ақшта қаза болған 2 жасөспірімнің Қазақстанда туғаны расталды. Есімдері белгілі. Олар 1997 жылы туған Көктиев Тимур Даниярұлы және 1999 жылғы Әбдірахманов Дамир Дулатұлы. Асырауға алынғаннан кейін оларға Карлсон Тори Тимур және Карлсон Куин Дамир деген жаңа есімдер берілген. Екеуі де Көкшетау тумалары. Щучинскідегі балалар үйінде тәрбиеленген. Қазақстаннан 5 және 3 жастарында асырап алынған. Бұл ақпараттарды бізге еліміздің білім және ғылым министрлігінің өкілдері берді. Көктиев пен Әбдірахмановты асырап алу туралы Ақмола облысы Щучинск аудандық сотының шешімі 2002 жылы шілде айында заңды күшіне енген. Америка Құрама Штаттарының азаматтары Карлсон Терри Уильямс және Карлсон Лана Джейн асырап алу кезінде Сиэтл қаласында тұрған. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өз тарапынан бұл оқиған барысын қатаң бақылауына алып, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігімен бірлесіп жұмыс жүргізетін болады. Қазақстандағы теңдесі жоқ өндірістің бірі Семей инжиниринг зауыты. Онда броньды танктер күрделі жөндеуден өтеді. Әрі конверсиялық техникалар дайындалады. Біздің ел ғана емес, орталық Азияда баламасы жоқ. Осы зауытта жөндеуден өткен әскери техникалар биыл халықаралық нарыққа шығарылмақ. Қазірдің өзінде бірнеше сырт мемлекет кәсіпорын өнімдеріне қызығушылық білдіріп отыр. Болат Көкенайұлының репортажы. Семейлік Жарқын Құрманбаев бұл зауытта 4 жылдан бері әрлеуші болып еңбек етеді. Биыл мұнда жұмыс қарқын алуда. Кәсіпорнымызда жасалған жағдайлардың барлығы көңілімізден шығады дейді ол. Қазіргі уақытта әлемге қарап отырсақ,
әлемде көптеген қақтығыстар, дағдарыстар болып жатыр. Соған қарамастан біздің елімізде тұрақтылық, тыныштық, бейбітшілік бар. Семей қаласындағы осындай заводтарымыздың қарқынды дамып, алға басып келе жатқанына өте қуаныштымыз. Отбасымда 2 балам бар. Әлеуметтік жағынан да көмек көрсетіп тұрады. Мысалы, жақында әйелім босанғанда оған да көмек берді бізге. Т-72 танкісінің негізінде қайта жарақтандырудан өткен мына қазақстандық техника шығыс деп аталады. Бұның қуаты 840 аттың күшіне тең, салмағы 43 тонна болады. Әуе қорғанысына арналған ату құралдары да жетілдірілген. Биылдың өзінде мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 1,5 миллиард теңгені құрап отыр. Оның сыртында төтенше жағдайлар, ауыл шаруашылығы сияқты азаматтық салаға да арналған техникалар дайындалуда. Болашақта экспорттық әлеуетті арттыруға да күш салынбақ. Мен бүгінгі күнде 700 адамдай жұмыс істейді. Айлықтарын уақытымен алып отыр. 16 жылда біздің мемлекеттік қорғаныс заказымыз бар. Бұдан басқа азаматтық бағытында дағы жұмыс жасап жатырмыз. Осы биыл президентіміздің политикасына арқасында шетелдің мемлекеттерге жұмыс жасап жатырмыз. Бар продукцияда сол жаққа жібереміз. Жаңа жобалар жүзеге асуымен зауыттағы жұмысшылар саны 2 есеге артпақ. Қазір кәсіпорын алдағы жазда Астанада өтетін халықаралық қару-жарақ және әскери техникалар көрмесіне қызу дайындық үстінде. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар, Семейден. 2017 жылға дейін Қарағанды қаласындағы қоғамдық көліктердің барлығына бірдей бейнекамера орнатылады. Бұл қалтаға түсетін ұрыларды ізін суытпай анықтауға мүмкіндік бермек. Қазір тәжірибе түрінде бір автобусқа 4 бірдей камера қойылды. Тәжірибе түрінде номері 43 автобустың біріне 4 бейне камера орнаттық. Ондағы жағдайды жедел басқару орталығының мамандары күндіз түні бақылап отырады. Нәтижесі жаман емес. Соңғы уақытта дәл осы автобустағы ұрлық едәуір азайды. Тәртіп сақшыларының айтуынша дәл осы нөмір 43 маршрутта ұрлық көп тіркеледі екен. Қылмыскерлер таңертеңгі немесе кешкілік уақыттағы қарбалас сәтті таңдайды. Көпшілік жағдайда әйелдер мен балалардың қалтасына түсетін көрінеді. Өткен жылы 2400-ден астам қылмыс тіркелсе, биыл жәбірленушілерден 414 шағым түскен. Өкінішке қарай бұл қылмыстың басым бөлігі ашылмай қалады. Қалаға күнделікті шығатын 534 автобустың барлығын қадағалап отыру мүмкін емес дейді мамандар. Сондықтан бейнекамера орнатпақшы. Бірақ бұл бастаманың қылмысты ашуға көмектесетініне қоғамдық көлік жүргізушілері күмәнмен қарайды. Как они помогут? Они по головам просто будут смотреть. Бейнекамерадан қылмыскерлерді анықтау мүмкін емес. Әсіресе таңертеңгілік қарбалас сәтте жүздеген адам мінеді. Камера оларды тек төбесінен ғана түсіреді. Сондықтан күмәнім бар. Жас сақшы студенттік жасағына 200-ден астам студент қосылды. Бұл жоба Астана қаласының жастар саясаты басқармасы мен Ішкі істер департаменті ұйытқы болып, өткен жылы қолға алынған. Бүгінде елордадағы 9 оқу орнының 500-ге жоқ студенті қоғамдық тәртіпті күзетуге өз үлестерін қосуда. Олардың қатысуымен бір жылда 20-дан астам рейд жүргізіліп, 502 құқық бұзушылық анықталған. Нәтижесінде 300-ден аса азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осылайша жастар қоғамдағы құқықтық мәдениетті көтеруге атсалысуда. Биылда 20-дан астам рейд жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Алғашқы тексеру нәтижесінде 9-дан астам құқық бұзушылық анықталды. Алғашқы рейдті жүргізген кезде біздер осы темекі шеккен адамдарды, яғни 18 жасқа толмаған жасөспірімдерді ұстадық. Оларды өзінің районының осы пункттеріне апарып, соларды тіркеп, ата-анасына хабарласып, осындай жұмыстар жүргіземіз. Жалпы осы ішкі шараларды бұзатын адамдарды осылай тауып жұмыс істейміз. Ең басты мәселе алдын алу болып табылады. Тек қана рейдтер емес, сонымен қатар мынау әртүрлі жаңағы аулаларда кездесулер өткізу, жастарға жаңағы үлгілік осындай бір тәртіптік сағаттар өткізу дейміз. Сондықтан біз осындай жастарымыз тартып, жаңағыдай дәстүрге айналдырамыз.
Ал Қызылордада қарулы қыз-келіншектер сынға түсті. Күні-түні қоғам тыныштығын қорғайтын полиция сапындағы нәзік жандылар көктем аруы байқауында бақ сынады. Бірақ олар әдеттегі сұлулық сынындағыдай би билеп, ән салып қойған жоқ. Қасқағым сәтте Макаров тапаншасын бұзып жинап, мергендіктерін көрсетті. Полиция арулар тек атыс құралдарын ғана емес, ұлттық аспаптарды да жетік меңгерген екен. Сонымен қатар қазақтың салт дәстүрі мен рухани құндылықтарға ерекше мән беретіндіктерін байқатты. Бұл аталған іс-шаралардың ұйымдастыру мақсатымыз жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу, департаменттің мәдени көпшілік іс-шараларды одан әрі жандандыру болып табылады. Сондықтан да алдағы уақытта да көптеген мәдени іс-шаралар өз жалғасын табатын болады. Ертең елімізде тұңғыш рет алғыс айту күні атап өтілмек. Қазақстандағы жүздеген ұлт өкілдері осы күні бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын айтады. Солардың бірі елордада тұратын Жанахметовтер отбасы. Үлгілі жанұяға тілшіміз Гүлзира Мырзахан қонақ болып қайтты. Жүрегі қазақ деп соғатын неміс қызы. Астаналық Анна Жанахметова мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Оған айналасындағылар таңданыспен қарап, мақтан тұтады. Ата-анасы сұрапыл жылдары туған жерінен жырақтап, қазақ елін пана тұтқан. Қазақстанда дүниеге келген қыздарына жергілікті халықтың бауырмалдылығын жиі айтып, салт дәстүрін үйретіп кетіпті. Олар сондай жүректері ашық. Кіргенде қолма-қол шайды қояды, дастарханды жаят, ештеңкеде аямайды. Қорада мал болса, мал сояды. Ол қонақ әр адамның кіші болсын, үлкені болсын, қонағы өте әдемі күтеді қазақ халқы. Анна Жанахметова кіндік қаны тамған жерде өсіп өніп шаңырақ көтерген. Қазақ азаматына тұрмысқа шыққан ол отау құрғалы Айнаш келін атанып кетіпті. Жолдасы Болатпен бірге 5 баласынан 14 немере сүйіп отыр. Келін болып түскенде дәстүр білуден кез келген қазақ қызынан кем түспедім дейді. Мал сойылып жатады, мені шақырады. Малды мүшелеп бер. Кісін дастарханды жайғанда Айнаш ет тұрайды, ешкімге сенбейді. Айнаш ет тұрайды. Кімге қандай етті беретінді барлығысы енді маған сенеді ғой. Анна әже немерелеріне қазақ есімдерін бергенді жөн санаған. Оның Ақылбай, Әлімбай, Жәңгір, Әбілқайыр сынды ұрпақтары өсіп келеді. Барлық балалары қара шаңыраққа жиыла қалса, бір қауым елге айналады. Олар алғыс айту күні мерекесіне дайындықты бүгіннен бастап кетті. Дәстүрге сай дастарханға тек ұлттық тағамдар қойылады, ал кішкентайлар домбырамен ән салады. Еркем, еркем, еркем ай, еркем ай. Анна Жанахметова бала жанының бағбаны. Ол 40 жылдан бері елордадағы бала бақшалардың бірінде меңгеруші болып қызмет етуде. Жүздеген бүлдіршінді қазақша оқытып, қазақы тәрбие беріп келеді. Гүлзира Мырзахан, Абылайхан Сейілбек, Хабар. Алғыс айту күніне орай Оңтүстік Қазақстан облысындағы неміс этномәдени орталығында ашық есік күні ұйымдастырылды. Келушілер орталықтағы жексенбілік мектептің жұмысымен танысты. Мұнда мектеп жасындағы балаларға неміс тілін үйретіп, сабақ өтеді. Салт дәстүр, әдет-ғұрыптарын дәріптеу үшін мұнда бар жағдай жасалған. Ересектер жастарды жинап, түрлі мәдени шараларды өткізіп тұрады. Театрландырылған көріністер қояды. Облыстағы 4 ауданда осындай орталықтар бар. Оңтүстік Қазақстан облысында 2,5 мыңға тарта неміс ұлтының өкілі тұрады. Олар қуғын-сүргін жылдары және Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстанға жер аударылғандардың ұрпақтары. Қиын қыстау уақытта бауырына басып, үйіне кіргізіп, бір үзім нанын бөлісе жеген қазақ халқына мың алғыс айтады. Благодарность этому народу. Қазақ халқына таудай рахмет айтқым келеді. Бүгінгі ұрпақ ересектердің сол кездегі басынан өткендерін біледі, ұмытпақ емес. Біздің ата-әжелеріміз әңгімесін жүрегі кең, жаны жомарт қазақ көршілеріне алғыс айтудан бастайтын. Біз соны жалғастырып келеміз. Мереке қарсаңында белгілі қазақстандық велошабандоз Андрей Кашечкин де отандастарына алғысын жеткізді. Қызылорда вело мектебінің түлегі, талай халықаралық додаларда оза шыққан спортшы бүгінде жаңа Байқоңыр Тим вело командасының негізін қалаушы. Команданың тұсауы жуырда Бельгияда кесілді. Көп ұлтты топтың құрамында болашағынан зор үміт күттіретін жастар көп. Атап айтсақ, 10 қазақстандық және 6 бельгиялық бар. Мұндай команда құрудағы мақсат көп ұлтты және бейбітшілікті ту еткен Қазақстанды халықаралық аренада таныту.
что я родился в Кызылорде. Мен Қазақстанда, Қызылорда қаласында туып өскенім үшін ата-анама алғыс айтамын. Кей кезде егер өзге жерде дүниеге келсем, осындай жетістіктерге жетуім мүмкін болар ма еді деген ой келеді. Мүмкіндікті пайдаланып, мені спортқа баулыған жаттықтырушыларыма алғыс айтамын. Содан кейін әрине бейбітшілік пен татулықты ту еткен еліміз үшін, ашық аспанымыз үшін, пейілкен халқымызға, президентімізге шексіз ризашылығымды білдіргім келеді. Мереке құтты болсын. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.